Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде мультфильм. Иә, көбің сұрап жатқан Кунг Фу Панданың 4-ші бөлімін қысқаша айтып айтатын боламын. Бірден айтамын. Бұл видеода кейбір көрермендер үшін мынау кім, ол кім, бұл не дейтін сұрақтар көбірек туындауы мүмкін. Сондықтан видео 7000 лайк жинап, күтемін сөзі комментке жазылса, онда кейіпкердің толықтай хронологиясын Казвойс көкелерің сайрап айтып беретін болады. Ал олай болса жұдырықтарыңды түйе беріңдер, лайктарыңды баса беріңдер. Казвойс сайрайды. Фильм қошқарлардың екі аяқтап ташки теріп жұмыс істеп жатқан жермен басталады. Бір кезде Тайлунг есімді зұлым келіп, "Жақын арада маған барлығын тізе бүгесіңдер, әсіресе жауынгер Айдахар" деп барлығын дүрліктіреді. Ал жауынгер Айдахар бізде кім еді? Кезекті қаһармандық миссиясын орындап жүрген По есімді панда. Ол бұл жолы 3 шошқаны жұтып алып, кәпір болып жүрген скатпен шайқасып жатады. Соңында По оның екі аяғын бір етікке тығып, бұл екі аяқ жоқ екен ғой. По оны өзінің құйрығымен денесін қымтап, шешесіне 3 торайын құстырып тура жолға салып береді. Сол уақытта мына жақта Поның екі әкесі оны іздеп уайымдап жатады. Шайқас біткен соң халық ду қол шапалақ ұрып Поны асқақтатады. По бәріне автографын қойып, байқаусызда мастер Шифуға көз тимесін дегендей маңдайына күйесін жағып қояды. Біраздан соң кезінде Угвейдің өзі ұстатқан, әлемдерге саяхат жасай алатын, тіпті әруақтар әлемінің қақпасын ашатын асатаяғын көрсетіп мақтанып алады да, кеспемен тамақтандыратын жаңа үлкен лағманхананың ашылуын жариялайды. Осы кезде бүлдіршіндер "Сұрапыл бестік қайда?" дейтін бізді де қызықтыратын сұрақтарын қойып қалады. По олардың қазір бізбен болуға уақыты жоқ екенін айтып, студияның актерларға төлейтін гонорарына сараңдығын ақтап береді. Енді ойлаңдаршы, жолбарысты дыбыстау үшін Анджелина Джоли керек, ал маймылды дыбыстауға ұлы Джеки Чанды шақыру керек дегендей. Содан По балалардың көңілін қалдырмау үшін олардың картон пішіндерін тізіп қояды да, суретші шошқаға селфиін салдырып алады. Сол сәтте мастер Шифу да келіп қалып, оны жеке әңгімеге алып кетеді. По өзінің жек көретін текпе-жегімен көтеріліп келе жатқанда, Шифу оған кунг-фудың жаңа деңгейіне өтіп, Угвей сияқты әлемнің үстінен қарайтын рухани лидері болуына шақырады. Ол үшін По өзінің атағын басатын жаңа орынбасар табуы қажет. Сонда осы уақытқа дейін алуан түрлі қиыншылықтарды басынан өткізген По әрең дегенде жауынгер Айдахар атағын алып, енді оны басқа біреуге оп-оңай бере салады деп ойлайсыңдар ма? Оны ескерген Шифу Поның осы уақытқа дейін шыңдалған қабілеттері бойында қалатынын, және ол Угвей сияқты тек жауларын скидышпен жайпау емес, халыққа даналық пен үміт сыйлау екенін миына құяды. Оған қоса қолындағы Угвейдің сеніп тапсырған таяғы даналық аса таяғы деп аталатыны тағы бар. Ал мен болсам Иньяньдағы Яньнің көзі ауада қалқып тұрғанына таңғаламын. Содан ертесіне алаңға Поның орынбасары ретінде 5 үміткер келіп, өздерінің 5 түрлі кунг-фу өнерін көрсетіп, халықтың алдына паш етеді. Енді жауынгер Айдахарды тағайындайтын сәтте келіп жетті. По өз таңдауын жасап, саусағын өзіне қаратып, өзін таңдап алады. Біраздан соң По таңдаудан қиналғанын айтып қалады. Шифу қолында жеп тұрған өріктің сүйегін мысал қылып, "Ойлаш, бұл сүйек бойында осындай алып ағашты сақтап тұр" дегендей сыбыр сөз айтып кетеді. Ал түсініп көр енді. По өзінің тыныштық қалпына келіп, сұраққа жауап іздеп көреді. Алайда түрлі ішкі дыбыстары ойын бөліп, мазасы қашады. Сөйтіп отырғанда По үйдің төбесінен бір мысық сияқты мияуламайтын, бірақ ұрлайтын бәлені байқап қалады. Ішке кірсе, жыбыр-жыбыр етіп қозғалып жүрген Криса болам деп ойлап, қарсақ болып туылған Чэнь есімді ұрлықшыны байқап қалады. Ол барынша Поның қолындағы таяқты тартып алу мақсатымен пандаға шабуылдайды. Нәтижесінде Чэнь таяқты алып қашып кетеді десем өтірік болып қалар. Сондықтан Чэнь Подан таяқ жеп қамауға алынады. Осы кезде әлгі фильмнің басындағы қошқарлар жетіп келіп, Тайлунг міне бейбітшілік аңғарын быт-шыт қылып, Поны тізе бүктіргісі келетінін жеткізеді. Сонда Чэнь оған мысқылдап бірдемені жұмбақтап кетеді. Уақыт өте келе По мәселеге шешім іздеп, Чэньнің темір торына келіп, "Айтшы енді не білесің?" деп оған күні туады. Чэнь қауіп тудырушы жаудың Тайлунг емес, түрлі хайуанға айнала алатын, сиқыр ұстанатын мыстан құбылғы екенін айтып қалады. Ендігі мақсат соны тауып, шыт бытымен қоса быт шытын шығарып ана әлемге аттандыру. Ол үшін Чэньнің көмегі керек болады. Өйткені ол жаққа апарар жолды тек Чэнь ғана біледі. Сөйтіп диалогтың арасында мастер Шифу келіп қалып, "Өзіңе орынбасар таңдасайшы" дейтін жырын жырлайды. Бірақ орныққан мәселе бұдан да маңызды болғандықтан, По Шифуды күзетімен кісенге байлап, сосын түсіндірем деп қойып, тугисін жетектеп алып миссиясына аттанады. Ал Шифу мынадай кең кісеннен шидей білегін шығара алмай, байлаудағы байқұс дейтін түр жасап алып отыра беруін жалғастырады. Жолда асатаяқтың иесі оны өз еркімен бермесе, ол өз қызметін атқармайды. Яғни аруақтар әлеміне портал ашылмайды дейтін сөз айтылып қалады. Осы жерін есте сақтап алыңдар. Содан мына жақта Поның әкелері Пинг пен Ли балаларын уайымдап тонометр іздеп отырады. Ал ауыл халқы құбылғыны хайпқа айналдырып, соны өзара талқылап хэштегін қойып отырады. Сол уақытта аршалы қалашықтың банда бастықтары жиналып, құбылғының билігіне риза болмай оны өсектеумен болады. Бір кезде мына қолтырауын сол болып шығады да, "Сендер мені неге жамандайсыңдар?" деп 2 күннен соң орын алатын қанды толған ай туралы құбылысты естеріне түсіріп, артынша пілге айналып кетіп, бәрін тапсырмаларына асықтырады. Түнге қарай Пинг пен Лидің уайымдары күшейіп, Поны іздеуге екеуі де аттанады. Ал По мен Чэнь ендігі алыстан аршалы қалашықтың түнгі көрінісін тамашалап, көлді жүзіп өтетін қайықты керексінеді. Оның иелері қояндарды ит қылып жұмсайтын, мына біреу жардың үстінде қай жағына құларын білмей, қылдың ұшында тұрған тавернаның ішінде деп жорамалдап
қабылданады. Ішіне кірген соң По капитан бір қазанмен танысып алып, соны аршалы қалашыққа апарып тастауын сұрайды. Ол По сөйлеген сайын жол ақысын өсірумен болады. Бір қызығы, бағанадан бері сөйлеп отырған бір қазан емес, соның ішіне кіріп кеткен жын балық екен. Ал мына қоян қайнап тұрған сорпаның ішіне кіріп тұрып араластырғаны қалай кетті? Содан Джейн өз әдетіне басып клиптамандығын қоздырып отырады. Соңында бүкіл ұрлаған бәлелер жерге шашылып, ішіндегілердің, әсіресе таверна бастығы Қабанның ашуын қатты келтіреді. Арада шайқас басталады. Таверна салмақ санап сәйкес жағына қисаю үстінде. По таяғымен скидыштарын келтіріп бәрін ұйықтатуда. Джейн ұйықтағандардың тиындарын тонауда. Алайда По оны көріп қойып, ұрлық түбі қорлық дейтін мақалын айтып, бәрін орнына қайтаруда. Үйтіп кейіпкерлер көздеген кемелеріне отырып, штурвалға бір қазанды қойып, табандарын жалтыратады. Жол жөнекей кейіпкерлер өздерінің асыранды екенін айта бастайды. Мысалы, панданы қаз асырап алған. Кейін өзінің нағыз әкесі Лидің табылғаны айтылады. Джейн де біреудің қолында өсіп, көшеде жүріп қайыр тілеумен қалта тінту арқылы күнін көрген дегендей. Ал тіл балық осы кезде бір қазанды менің шешем осы деп қуып кететіні бар емес пе? Содан құбылғының жасақтары әлгі айтылған темір терсектерді әкеліп, металдарды балқытып, темір торда неше түрлі қамаулар соғып жатады. Оған кімдерді қамайды екен деп сұрай бергенімше, По түсінен шошып оянып, құбылғының зұлым жоспарын біліп алады. Пинк пен Ли жардан шығып тұрған тақтайлармен келе жатқанда, Ли құлақ кетіп төменнен табытын тауып алады. Сөйтсе, астында қонатын жері жақын болып, Поның әкесі әлі екеу екен ғой деп отыра береміз. Таңға жуық кейіпкерлер аршалы қалашыққа қош келеді. Бұл жерде көше қозғалыстары белсенді болғаны соншалық ине шаншитын жер жоқ екенін, және мына біреу төбеде зұлымдықтың иісі бықсып жатқанын байқаймыз. Бір кезде құбылғының кесірткелері келіп, халықтың қазынасын тартып алып жатады. Екеуі оны байқап, ертеңге дейін құбылғының көзін құрту керек деп тұрғанда, По Джейннің іздеуде жүргенін біліп қояды. Сонда Джейн, "Ой, мені ұстау оңай емес" дей бергенде артынан екі бұқа шығып, Джейнді оңай ұстап алады. По оған тұрып берем деп, "Мені білесіңдер ме кім екенімді? Мен кунг-фу пандамын" деген сөздерін темір тордың артынан айтып отырады. Кішкенеден соң екеуі қаша жөнеледі. Джейн жұмсақ қаптарға түссе, мамық По ойбай кактусқа қонады. Енді тек Джейн емес, По да қылмыскер болып шығады. Көп ұзамай бұқалардан құралған тәртіп сақшылары көшені ойран салып, қылмыскерлерді қоя бастайды. Джейн бамбукпен қабырғаны асып секірсе, По тесіп секіреді. Әрі қарай екеуі батпырауықтарға ілесіп, қаланың үстімен ұшып жатып, мамық По қайтадан кактустардың үстіне қонады. Ақырында екеуі Джейннің құпияда орналасқан дауылпаздардың арасымен қаланың кәріз жүйесіне кіріп тығылады. Сөйтсе, бұл аймақ Джейн сияқты алаяқтар мекендейтін мекен болып шығады. Бәсе, басында Джейнді Крисаға ұқсатқаным да бекер емес екен. Содан По пиранья тектес 3 қоянға тап болып, емшексіз қапқала жаздайды. Біраздан соң бұларды Хан есімді Джейннің танысы, әрі осы жердің қараушысы шығып, бұларды жылы қарсы алып найзаның ұшына тақайды. Сонда По өзінің айдаһар жауынгер екенін айтып, бәрібір көптің алдында белгісіз қалыпта қалуды жөн көреді. Бір кезде По мастер Шифудың мәселені тек жұдырықпен емес, ақылмен шешу керек деген сөзін есіне түсіреді де, өз тарапынан даналық айтады. Алайда топастардың миына сөз дұрыс жетпей, зорлық-зомбылық ертең еселеніп орындалатын болып шығады. Джейн Ханды барынша көндіруге тырысады. Маймылдар Поның дамбалын киіп алуды аңсайды да, нәтижесінде киіп алады. Ал қояндар Поға у беріп өлтіргісі келеді де, нәтижесінде өлтіре алмайды. Мына жақта Поның әкелері тавернаны тауып келіп, мән-жайды біліп алғысы келеді. Сонда ішіндегілер Пинк Поның әкесі екенін біліп қойып, оны ыстық сорпаға салмақшы болады. Сол сәтте Ли кіріп келіп, "Тиіспеңдер оған" деп, дене түршіктірер өзін керемет қылып көрсететін сөздер айтып, екі арада алақанын жарақаттап тістерінен айырылады. Артынша лашықтың әрбері теңселіп тұрғанын пайдаланып, солардан Поның қайда кеткенін біліп алады. Сонысына қарамастан ақырында үй жардан құлап тынады. Ал ішіндегі бейкүнә қояндар аман қалып, зорлықтан босанады. Джейн Поның қолындағы таяқпен жасалатын әдісті үйреніп, өзі сыпыртқымен қайталайды. Қояндар маймылдың көтеніне фейерверктер салып азаптайды. Үйтіп уақыт өткен соң Хан көшенің тынышталғанын хабарлайды. Сөйтіп кейіпкерлер көп ұзамай құбылғының зәулім сарайына күзеттердің көзіне көрінбей аттанады. Жолда екеуі бір-біріне жылып, сенімдері бір-біріне күшейе бастайды. Сол уақытта Пинк пен Ли қалаға келіп, тұрғындардан "Мынаны көрген жоқсыңдар ма?" дейтін сұрақтарын қоюмен болады. Ли жолдан Поның жүнін тауып алып, бұлардың Поны іздеуі күшейе түседі. По мен Джейн ұйықтап жатқан күзетшілердің арасынан тап болады. Екеуі барынша қатты дыбыс шығарып алмай жүруге тырысады. Алайда По түшкіргісі келіп тұрғанда, Джейн оның аузын қысып алып түшкірікті осырыққа айналдырады. Шыққан дауысқа бәрі оянып, екеуін қуа бастайды. Екеуі үйтіп олардан құтылып келгенде, По торға түсіп қалады. Торда құбылғының сиқыры болғандықтан ол ешқандай күшпен бұзылмай қояды. Сонда По қолындағы таяғын пайдаланып көтеру үшін Джейнге сеніп тапсырады. Ал Джейн осы сәтте Поны сатып, таяқты өз еркімен құбылғының қолына ұстатады. Құбылғыға бұл не үшін керек десеңдер, ол барлық аңдардың кейпін көшіре алады. Алайда олардың кунг-фу өнерін иелене алмайды екен. Сондықтан қанды ай толған күні ол аруақтар әлеміне портал ашып, Тайлунгтан басталатын кунг-фудың мықты шеберлерін шақырып, олардың бойынан кунг-фу өнерін тартып алып, бүкіл әлемді билегісі келеді екен. Оған қоса кезінде құбылғы көшемен өтіп бара жатқанда, Джейн оның асыл тасын ұрлап алады. Құбылғы оны тілмен тартып алып, тасты өзі ұсынып Джейнді қатарына қосып алғанын айтады. Сол сәтте Хан оны сатқындық ретінде көріп, Джейнге тіс қайрап жүргені содан екен ғой деп ойлаймыз.
аласыз. Оны естіп алып, По еденді соғып жатып төмен түседі де, күзеттермен чайқасып сыртқа қашып шығады. Бұл жерде құбылғы Поның көзін алдап, Джейннің денесін келтіріп, бойындағы күшін иеленіп, жардан итеріп жібереді. Артынша Джейнге көшенің 3 заңын есіне түсіріп, ешкімді аямауға үйретеді. По құлап бара жатып, ағашқа ілініп қалғаны қандай жақсы болды. Бірақ кесіртке оған кедергі келтіреді. Соңғы сәтте әуеден Пинк ұшып келіп, кесірткені шапалақтармен тартып, Поны құтқарады. Содан бұлар құлайын деп тұрғанда Ли шығып қалып, екеуін де құтқарады. Қауіпсіз жерге шыққан соң, Пинк анда-санда өмірге өзгеріс жасап тұрған дұрыс. Әйтпесе өміріңнің мән мағынасынан дәм кетеді дейтін ақылмен бөліседі. Сөйтіп тұрғанда текпешектер мен құбылғының жасақтары керуендетіп, қанды толған айды күту рәсіміне дайындалып жатады. Құбылғы Джейнге қарап, пандаға бауыр басып мені сатып кетіп жүрме, тура таяқ жейсің дегенге келтіреді. Сөйтіп қанды толған ай шыққанда, құбылғы көп ұзамай ана әлемге портал ашып, Тайлунгты шақырып алады. Тайлунг жабылған күзеттердің бәрін жан-жаққа шашып, өзінің кунг-фу өнерін бір көрсетіп алады. Соның ішінде сірестіріп құлататын соққысын белгілейміз. Құбылға қарап тұрмай соның күшін иеленіп алады да, соның ерекше соққысын пайдаланып Тайлунгты жәшікке қамайды. Ары қарай менмін дейтін кунг-фудың кереметтерін портал арқылы шақырып, бәрінен күштерін тартып алып қомағайлық танытумен болады. Соның ішінен екінші бөліміндегі Лорд Чейн мен үшінші бөліміндегі генерал Кайды байқауға болады. Мына жақта По оны тоқтатуға келе жатқанда, алдынан Чейн шығып 1298 кешірімін сұрап жатып, оны құбылғыға қарсы шығуын доғартқызады. По оны да екі әкесінде тыңдамай, құбылғыны тоқтату мүмкін болмаса да тырысып көру керек деген ниетпен жолынан таймауға әрекет жасайды. Бұны түсінген Чейн құбылғының әскеріне қарсы кәріз жүйесіндегі алаяқтардан құралған жасақ жинау дейтін алтын ой келеді. Біраздан соң үшеуі сол жерге барып, ханды көндіріп көруге тырысады. Бұларға бір нәрсе түсіндіргенше, жыланның 10 саусағын түгендеу артық дегендей, зорға дегенде Чейн барлығын көндіріп алады. По ақырындап күзеттерді залалсыздандыра бастайды да аренаға еніп алады. Бұл жақтан қамауда сүмірейіп қалған өзінің бұрынғы өткен кеткен таныс кунг-фу шеберлерін көріп қалады. Олардың ішінен нағыз Тайлунгты да байқайды. Ол кезінде Угвей сені дұрыс таңдамапты дейтін ащы сөздермен Поның көңіл күйін түсіріп үмітін үздіре бастайды. Сыртта Ли кесірткелерге тиісіп, оларды құрып қойған тұзағына іліндіреді. Үш қоян тістерін ақситып алып тістей бастайды. Хан Мариодағы тасбақа сияқты домалап, жолына тұрған кесірткелерді шашып тастайды дегендей, тағысын тағы басқалары басқа әрекеттер жасап әскерді азайтады. Оның бәрін Пинк пен Ли тамашалап отырады. Чейн тереземен қамалдың ішіне кіріп алады. По құбылғыны тауып келіп таяғын сұрайды. Құбылғы керегін алып алған соң, оны Поға бере салады. Ары қарай По оған әкесі айтқан өзгеріс туралы ақылын айтып көруге тырысады. Бірақ одан түк шықпаған соң арада шайқас басталады. Поның көзіне мастер Шифу көрініп, зұлымды бытышын жаратын уақыт келіп жетті деп оны жігерлендіреді. Құбылғы Шейн кейпінен бастап Тайлунгпен қоштап Поға шабуыл жасай бастайды. Оны бақылап қоршауда отырған Тайлунг кімге жақтасарын білмей қалады. Араға Чейн түсіп Поға көмек көрсетеді. Сонда құбылғы екіге бір шайқасқанға ұялмайсыңдар ма деп денесін барлық мықтылардың мүшесінен құралған алыпқа айналдырып, қолына Чейнді ұстап алып әуемен шарықтайды. По оны құтқарам деп құбылғыны аренаға құлатады. Бір кезде құбылғы мастер Поға айналып, енді По өз-өзінің бытышын шығаруға кіріседі. Арада бум деген дыбыстан құралған мамық шайқасты тамашалаймыз. Құбылғы тілімен Поны байлап алып, оны йо-йо дейтін ойыншыққа айналдырады да, жерге түскен қоршаулардың қалдығымен Поны қамап тастайды. Чейн оны босатуға келгенде, По қолындағы таяғын оған сеніп тапсырады. Ендігі кезек Чейн мен құбылғының жекпе-жегі. Құбылғы өз кейпіне келіп, мен сені асырап өсірдім, ал сенің маған айтқан рахметің осы ма? деп Чейнді тепкілейді. Чейн кезінде құбылғының жаттатқан көше заңдарын есіне түсіріп өзіне қолданады да, бағана сыбырғышпен үйренген әдісті пайдаланып құбылғыға соққы жасайды. Құбылғы әлсіреп жатқанда, По босанып келіп Чейнді мақтайды. Ал құбылғы сол сәтті пайдаланып екеуіне шабуыл жасайын деп ойлайды, бірақ осырып қойып Поның скидышына тап болады. Нәтижесінде тартып алған күштері қайта иелеріне оралып, құбылғы сүмірейіп қалады. Бір кезде бүкіл шайқас бойы көрермен ретінде қамауда тұрған кунг-фу кереметтері күштері өздеріне оралған соң, қадамдарын зұлымдарша басып Поға қарай жақындайды. Сөйтсе бұлар жай ғана Поны мақтап, оның мықты жауынгер екенін мойындағысы келген екен. По көп ұзамай ана әлемге портал ашып, бәрін сол жаққа аттандырады. Оған қоса құбылғыны да Тайлунгпен бірге сол әлемге ілестіріп жібереді. Бәрі үйіне оралғанда, По мастер Шифуға өзіне орынбасар тапқанын хабарлайды. Ол Чейн екен. Бұны естіп алған Шифу ашуланып, рухани тыныштығын іздеп отыратын жерін тауып келеді. Ары қарай По Чейннің кунг-фу шеберлігін өткірлеу мақсатында оны тиісті жеріне апарады. Ұстаздық етуге тағы сұрапыл бестік жайғасып, әр мастер өзінің шеберлігін көрсетіп Чейнді жаттықтырады. Бұл дегенің енді 5-ші бөлімінде сұрапыл 6-лық пайда болса, таң қалмаймыз деген әңгіме.